Child free ағылшын тілінен аударғанда баласыз деген мағынаны білдіреді. Бұл саналы түрде балалы болудан бас тартуды насихаттайтын субмәдениет. Бұл термин ер мен әйелге бірдей қолданылады. Бүгінде child free идеологиясы әлеуметтік және мәдени тұрғыдан өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл көзқарасты жақтаушылар балаларды жек көрмейді. Алайда олар көбіне бала тәрбиесіне жұмсалатын шығындардан қашуды, қосымша жауапкершілікті мойнына алмауды және еркіндік пен кәсіби дамуды алдыңғы орынға қоюды. Сондай-ақ менің денем, менің құқығым деген идеологияны негізгі себеп ретінде алға тартады. Child free, яғни саналы түрде балалы болудан бас тарту шариғат тұрғысынан құпталмайды. Бұған мына дәлелдер негіз бола алады. Біріншіден, бұл идеология адам болмысына, фитратына қайшы. Үйлену және ұрпақ сүю табиғи құбылыс. Алла тағала қасиетті Құранда адам баласы үшін әйелдерді, балаларды, алтын күмістен жиналған қазыналарды, сәйгүліктерді, малдар және егіндерді құмарта сүю әсем көрсетілген. Бұлар дүние тіршілігінің қызығы деп баяндайды. Екіншіден, пайғамбар саллаллаху алейхи уәссәләм сүннетіне қайшы. Неке қию пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәссәләм сүннеті. Оның негізгі мақсаттарының бірі адамзат тегінің сақталуы мен ұрпақтың жалғасуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм сені жақсы көретін әрі көп бала туатын әйелге үйленіңдер. Өйткені мен сендердің көптіктеріңмен қиямет күні басқа үмітке мақтанамын деген. Исламда балалы болу ерлі зайыптыларға ортақ құқық. Сондықтан олардың бірі бала сүюді қаласа, екінші тарап оған тыйым сала алмайды. Тек бала тәрбиесіне дайындалу немесе денсаулықты қалпына келтіру сынды орынды себептермен жүктілікті уақытша кейін қалдыруға рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда ерлі зайыптылардың өзара келісімде болуы және қолданылатын тәсілдердің денсаулыққа зиян келтірмеуі шарт. Ал тек жауапкершіліктен қашу немесе кедейліктен қорқып жүктіліктен әдейі бас тарту шариғатта құпталмайды. Сондай-ақ ұрпақсыздыққа әкелетін жүктілікті біржолата болдырмайтын кез келген тәсілдер шариғатта харам болып саналады. Сонымен қатар, child free идеологиясы отбасы институтын әлсіретіп, қоғам мен ұлттың болашағына кері әсерін тигізеді. Ең соңғы қорытынды, child free идеологиясы ислам шариғатына, адам табиғатына және неке мақсатына қайшы. Екіншіден, жүктілікті болдырмау немесе кейінге қалдыру тек мәжбүрлі және шариғат талабына қайшы келмейтін жағдайда ғана рұқсат етіледі. Үшіншіден, әдейі жүктілікті біржолата болдырмайтын кез келген тәсілдерге тыйым салынады. Ақпарат пайдалы болса, каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.